Сіздер ме? Сіздерге дәмді бауырсақ қалай дайындау керек екенін үйретемін. Бірінші, мына қайнақ суды аласыздар да. Бір қасық. Бір қасық дрожжиді араластырасыздар. Сонан кейін оған 2 қасық күнбағыс майын құясыздар. Сонан кейін 2 қасық қант саласыздар. Содан кейін мұқият бүйтіп араластырасыздар да. Араластырасыздар, жылы суға араластырып. Сонан кейін 1 килограмм ұнға суды құйып, жайымен илеп, араластырып, бүйтіп араластырып илейміз. Мұқият араластырасыздар да илейсіздер бүйтіп. Мұқият етесіздер де 20 минут бетін жауып бүйтіп қойып қоясыздар. Мінекей. Аса жұқартпайсыздар. Аса осындай ғана қалыңдығы болып, аса жұқартып керек жоқ. Кішкене қызартып пісіру керек, көрдіңіз бе? Міне сонда жақсы піседі. Кішкене қызартып пісірген дұрыс бауырсақты. Жақсы көтеріледі. Міне 20 минут ішінде осындай бауырсақ дайындап шығуға болады.